Кеше естеріңізде болса, келін түсірген болатынбыз. Бүгін енді үлкен тойы болып жатыр. Үлкен мейрамханада алыстан, жан-жақтан туған туыстарымыздың барлығы келіп жатыр. Атамызды да сықитып тұрып киіндіріп, осылай алып келдік тойға. Одан кейін қайнағамды алып келді, әпкеміз киіндіріп. Суретке, видеоға енді естелік ретінде мен түсіріп жатырмын. Ал енді тойды тамашалаңыздар. Ең бірінші беташар болады. Неке екі келін екі жағынан ұстап, ортаға жас келінімізді алып келді. Мына жерде тамадамыз дайын тұр. Барлық үлкен кісілерді осылай орындарына жайғастырып отырғыздық. Ортаға ақша салатын қойылды. Сонымен беташарымызды бастадық. Әулетіміздегі барлық үлкен кісілердің аты аталғаннан кейін келін осылай сәлемін салып жатыр. Мына жерде байқадыңыздар ма, келіндер неше рет сәлем салды. Одан кейін біз де шығып салып жатырмыз. Қаншама туған туыстардың барлығы салып болғаннан кейін барып, неке жігіт жақтың қайнымның достары шықты. Барлығы жан-жақтан келген достары барлығы салып жатыр. Одан кейін қайнағамыз шықты. Қайнағамыздың да атын атап сәлемін салып жатыр жас келін. Сөйтіп ортаға ақшасын салып жатыр. Сонымен беташарымыз аяқталды. Әдеттегідей беташардың соңында әулетіміздің ең үлкен апамыз келіп, келіннің бетін ашып, маңдайынан сүйіп, өзінің ақ батасын береді. Мына жерде осылай бетін ашып, келіннің ырымдап жаңағы байлаулы тұрған орамалды жас үйленбеген жігітке беріп жатыр. Сосын енесі де маңдайынан сүйіп, осылай келінімізді шығарып салдық. Сосын жаңа құдаларымыз келіп, амандасып, ол кісілерді төрге жайғастырдық. Қазір енді тойға қайным екеуі келетін болады. Мінекей жастар да шықты ортаға осылай. Сосын тойдың сәнін келтіретін биші қыздар шықты. Осылай қып-қызыл розаларын қолына, басына тағып алып, әдемі би биледі осылай. Биден кейін үлкен кісілер шығып, өздерінің ақ баталарын беріп, дастарханды ашып берді. Менің кішкентайым мына жақта ұйықтап жатыр ғой. Түк те мешайт еткен жоқ қой. Той біткенше осылай тфай-тфай ұйықтап жатты. Мұнда мен кассир болып жүрдім. Енді қызықты моменттерді суретке, видеоға түсіріп алып жүрдім. Үлкен кісілер шығып, өздерінің ақ тілектерін айтып жатыр. Одан кейін ортаға бір билетіп алды. Менің жігітім де биді сағынып қалыпты. Осылай күшлеп тұрып билеп шықты ортаға. Ал мендегі бүгінгі образ осындай. Шашымды осы жолы осылай бере алатты. Одан кейін барып, құдағиларымыз, құдашаларымызды ақ тілектерін айтуға осылай ортаға шақырдық, билетіп тұрып, күшлеп тұрып шығардық. Ақ тілектерін айтып, өздерінің сыйлықтарын беріп болғаннан кейін жастарды ортаға шығартып, осылай билетті. Енді достары деген өте керемет, көңілді, көпшілік екен. Барлығы ортаға шығып, осылай барлығын көңілін көтеріп тастады ғой. Одан кейін ортаға құдашаны шығарды. Осылай бір жігітпен екеуі билетейін деп, жаңағы жігіт қонан байқасаңыздар, мына жігіт енді білмеймін пружина ма, майсып деген күшті қыздан керемет қылып билейді ғой. Сосын ортаға біз шықтық, өзіміздің ақ тілегімізді білдіріп, жастарға бақыт тілеп, сонымен енді осы жолы бізге неке жүзігін тағу бұйырыпты. Осылай неке жүзігін тағу үшін жастарға қарай жол тарттық. Сонымен ортаға ет келді. Бағана первыйға негізі манта берген. Бұл енді екінші тамаққа бізде ет. Сонымен барлығы орындарына жайғасты. Жастарды ортаға шақырып, тәтті торттарын кестіріп, бір-біріне жегізіп, одан кейін ата-аналарына кішкене дәм татқызды осылай торттарынан. Қайным өз ата-анасына тортты беріп болғаннан кейін келіннің анасына тортты беруге сол жаққа қарай кетті. Ең соңында қайнымның достарын ортаға шақырды, ақ тілектерін білдіру үшін. Енді көпшілік екен, биді де қатырады екен, өйті билеп ортаға шығып жатыр ғой. Мына жерде күшті достар тілек айтып жатқанға қайнымның кішкене көңілі босап қалды. Бұл жерде енді қайнымның коллективі бар, достары, кішкентайынан өскен достары бар. Өткенде менен сұрап жатыр екен көп оқырмандарым, Әзербайжандар жалдағасыздар ма деп ше, ешқандай да жалдаған жоқпыз. Барлығы өзінің араласатын достары қайнымның.
Достары өздерінің тілектерін білдіргеннен кейін жастарды ортаға алып махаббат вальсін биледі. Бүкіл светтер өшіп, мына жерде жылтырақтар жан-жақтан осындай әдемі пухтарды ұшырып, мынау енді эффект Золушки дейді екен, күшті екен, керемет, енді ерекше болып тұрды. Мына жерде дым жіберіп жатыр, одан кейін жылтырақтардың барлығын осылай сеуіп жатыр. Біз жан-жақтан видеоға түсіріп жатырмыз ғой. Одан қайным келінді айналдырып, сөйтіп махаббат вальсі аяқталды. Одан кейін ең соңында ағамыз бен жеңгеміз өздерінің ақ тілектерін білдіріп, көпшілікке рахметтерін айтып, осылай өздерінің тілектерін білдіріп жатыр. Тілектің соңында аға жеңгеміз өзінің келіні мен баласына Қарағандыдан 2 бөлмелі квартира сыйлады. Жастар деген енді қуанғаннан жылап, қуанып жатыр ғой. Мына жерде ата-ана деген қандай аға, бала үлкен болса да, кіші болса да, қайда жүрсе де уайымдап, ойлап жүреді ғой. Солай ең керемет сыйлық аға жеңгеміздікі болды. Одан кейін антрак, жастар биге шықты. Қайным осындай лезгинканы кішкентайынан жақсы көретін, әліге шейін лезгинка билеп жүр ғой. Солай тойымызды аман есен ойдағыдай өткізіп алдық. Барлығын шығарып салдық. Сіздерге де осындай үлкен той жұғысты болсын. Сіздер де келін түсіріңіздер, балаларыңызды үйлендіріңіздер. Өз оқырмандарымнан жақсы тілектерді, комментарийді күтетін боламын. Видеоның соңына шейін көргендеріңіз үшін рахмет.